Сәлем достар. Сіз супермаркеттен келген кезде қажет тізімнен бөлек дәмді немесе тәтті тағамдарды алған кезіңіз болды ма? Әрине болды. Сіз бұл тауарларды мен өз еркімнен алдым деп ойлайсыз ба? Жоқ, олай емес. Шын мәнінде бұл жоспарға кірмеген сатып алуды сіз үшін арнайы маркетологтар алдын ала болжап қойған. Менің атым Али, біз бастаймыз. Басында келтірген жағдай бәрінде болған шығар. Оған біз өзіміз кінәліміз. Нақтырақ айтсақ, біздің сезім органдары. Барлық кіреберістен басталады. Адамдар жылы, қызыл, қызғылт сары түстерге боялған дүкендерге бейім тұрады. Ал ішкі көріністегі суық түстер, көгілдір және жасыл түстер сатып алушыларды көбірек ақша жұмсауға мәжбүрлейді. Солай супермаркеттің азық-түлік жағында әрдайым хош иіс сезуге болады. Мысалы, жаңа піскен нанның иісі өзін тамаша ақтайды. Ол сатушыны баулап, көбірек ақша жұмсауға мәжбүрлейді. Сондықтан қарныңыз тоқ етіп шықсаңыз жақсы болар еді. Тіпті сіз аш болмасаңыз да, супермаркет сіздің тәбетіңізді ашуға асығады. Бұл жерде дұрыс түсірілген жарықты жақсы жұмыс атқарады. Сөрелердегі азықтар тартымды көріне бастайды. Бұл қалжың емес, бұл салада кәсіби жарық мамандары жұмыс атқарады. Ал сатып алуға итермелейтін ең қуатты тәсілдердің бірі ол тегін тіске басарлар. Біріншіден, олар хош иісті, тартымды, оны бірден жеп қойғыңыз, яғни сатып алғыңыз келеді. Екіншіден, тегін дәмді татқаннан кейін сіз өзіңізді дүкен алдында борышты сезінесіз. Борышты қалай өтейсіз? Әрине сауда жасап. Супермаркеттерде тоқтаусыз ойнап тұрған әуендерді сізді гипнозға түсіруге арналған. Жылдам ырғақты әуенді естісеңіз, бірден сақтықты күшейтіңіз. Жылдам ырғақтағы әуенді сатылымды арттыру қажет болғанда қосады. Ырғақтағы музыка сатып алушыларды бейберекет сатып алуға итермелейді. Екінші жағынан, баяу әуен де құлықтың бір түріне жатады. Мұндай жағдайда әуен асықпай, көптен алуға әсерін тигізеді. Еліктіргіш тауарлар бар болғаны 500 теңгеге 10 дана ал. Адамдардың көбі бұған иланып қалады. Нәтижесінде қажетті азық мөлшерінен көбірек алынады. Мұндай акциялар тіпті дүкендер бағаларын көтерген кезде де іске асып кетеді. Сіз дүкенге сүйікті крекеріңізді алу үшін кіресіз. Ал оның жанында кішкентай шоколад пен зефир жатады. Бірден жақсы болғанын айдеп, 3 тауарды бірден аласыз. Бұл өте қу қадам, толықтырушы тауарлар деп аталады. Супермаркеттер жылдам сатқысы келген тауарларды бірден көзінің деңгейіне көтеріп, ал дүкен үшін маңызды емес тауарларды еденге дейін түсіріп тастайтынын көбі біледі. Сиқырлы тоғыздық әсері де белгілі болып қалды. Бұл жағдайда сатып алушыға 1990 теңге тұратын тауар 2000 теңге тауарына қарағанда арзанырақ болып көрінеді. Тіпті сіз супермаркеттің азғыруына көнбестен кассаға жетсеңіз де өзіңізге әлі де бекем болыңыз. Тағы бір маңызды сынақтардың бірі алда, олар тура кассада күтіп тұрады. Дәл осы жерде қымбат және үнемі қажет болмайтын ұсақ тиектерді орналастырады. Шоколадтар, әсем орамдардағы кәмпиттер, балмұздақ, сағыз және тағы басқа заттар. Сіз ұзақ әрі жалықтыратын уақыттан кейін кассада өзіңізге ерік бересіз екен. Онысы шынымен де іске асады. Бір қызығы, егер сіз сауда залына оралсаңыз, осындай ұсақ тиектерді 1,5 есеге арзан бағаға алатын едіңіз. Бірақ сізге кері қайту олайсыз. Сондықтан сіз тауарды жоғарылау бағамен алып, дүкен үшін алтын қазынаның кезекті жеткізушісіне айналасыз. Ал енді келесі рет сіздің қолыңыз алдындағыны ойламаған затқа созылса, өзіңізге біріншіден бір сұрақ қойыңыз. Бұл шынымен де менің қалауым ба, әлде бұл алдын ала жасалған қапқан ба? Менің атым Али, сау болыңыз.